Мына қайыршы бала бүкіл әлемді жылатты. Бұл оқиға Кенияның астанасы Найробиде болған. Көшеде қайыр сұрап жүрген бұл баланы көпшілік ұры немесе қаңғыбас деп ойлайтын. Оның аты Джон. Күн сайын жол бойында тұрып, көлік жүргізушілерінен тиын тебен сұрап күн көретін. Бір күні көлік кептелісі кезінде Джон ерекше бір әйелді көреді. Оның аты Глэдис Каманди. Әйел ауыр өкпе дертіне шалдыққандықтан жанында оттегі беретін арнайы құрылғымен жүретін. Джон қасына келіп әлгі құрылғының не екенін сұрайды. Сонда Глэдис оған өзінің ауыр тағдырын айтып береді. Әңгімесін тыңдаған бала қатты жылап жіберді. Сол сәтте ол өз өмірінің соншалықты ауыр емес екенін түсінді. Өйткені оның алдында өмір мен өлімнің арасында арпалысып жүрген жан тұр еді. Джон дірілдеген қолымен әйелдің қолынан ұстап дұға тілейді. Артынша қайыр сұрап тапқан барлық ақшасын Глэдистің қолына ұстатады. Бар болғаны осы. Бірақ дәл осы кішкентай жақсылық үлкен кереметтің бастамасына айналды. Оқиғаны көрген бір адам бұл сәтті суретке түсіріп, әлеуметтік желіге жариялайды. Мыңдаған адам бей-жай қала алмады. Небәрі 4 күннің ішінде емге қажетті $30,000 ақша жиналады. Ол қаржыға Глэдис Үндістанға барып емделіп қайтады. Ал сауығып келгеннен кейін көшеде қайыр сұрап жүрген Джонды өз қамқорлығына алады. Джонның да өмірі өзгерді. Мектепке барды, отбасы бар, анасы бар. Кейде бір қайыршының мейірімі миллионердің байлығынан да қымбат. Арбадағы бала осындай әсерлі қызықты оқиғаларды тағы айтып береді. Мені жеке қолдаймын десеңіздер, номерім осы. Ерасыл Ж деп шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.